Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Біз жол ережесін талдап шығайық. Қиылыстардан өту кезектілігін қарап шығайық. Құрметті оқырмандар, қиылыстағы белгілерге бірінші назар аударыңыздар. Светофор жоқ екенін барлығымыз байқап тұрмыз. Жол белгілері, басымдылық белгілері қызыл көлік жақта тұр, және жасыл көлік жақта басымдылық белгілері тұр. Көк жүк автокөлік жағында жол бер деген белгі, және жүк көлігі жақта жол бер деген белгі. Осы жағдайда қай көлік бірінші жүреді? Әрине, бас жолда жасыл мен қызыл көлікке қарайсыздар. Осы екеуінің қайсысы бірінші жүретініне мән беріңіздер. Жасыл көлік солға бұрылған кезде оған қызыл көлік оң жақтан кедергі болып табылғандықтан ең бірінші жүрісін қызыл көлік бастайды. Одан кейін барып жасыл көлік, мына ситуация дәл сондай. Жүк көлігі, мына көк жүк көлігі қызыл жүк көлігіне оң жақтан кедергі болып табылғандықтан сол бірінші жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық, құрметті оқырмандар. Мынау реттеушінің сигналы. Реттеушінің сигналы солға, оңға бұрылуға ақ көлікке рұқсат беріп тұр, трамвайға жүруге тыйым салып тұр. Сол себепті бірінші көлік жүреді. Құрметті оқырмандар, келесі жағдайға назар аударсаңыздар, мына жерде трактор бізде құмды жолда тұр, ол автоматты түрде екінші дәрежелі жол болып кетеді. Сол себепті бірінші болып велосипед жүреді, одан кейін барып көк көлік, одан кейін барып трактор. Келесі жағдайды қарастырыңыздар. Міне скорый помощьтің дыбыстық сигналы және световой сигналы қосылып тұр. Сол себепті ол ешқандай ережеге бағынбай бірінші жүреді. Барлық көліктер оған жол беру керек. Одан кейін екі көлікте бас жолда тұрғанын байқап тұрмыз. Бас жолда екеуі тең мағыналы жолдарда тұрған кезде кім бірінші жүреді? Әрине, оң жақтан кедергіні бірінші жіберу керек. Автобус жүк көлігіне жол береді. Келесі жағдайды қараңыздар. Реттеуші мен қиылыс реттеліп тұр. Қиылыста реттеуші және жол белгісі болған кезде сіз реттеушіге бағынасыз міндетті түрде. Реттеуші көк көлікке жүруге тыйым салып тұр. Қызыл автокөлікке жүруге тыйым салып тұр. Мына көк көлікке оңға бұрылуға рұқсат. Одан кейін жүк көлігіне оңға бұрылуға рұқсат. Енді қараңыз. Екеуіне оңға бұрылуға рұқсат. Светофор жасамай қалған жол белгісіне қараймыз. Светофор жасамай қалса, жол белгісіне қарайсыздар. Бұл жерде жол белгісі сізге қызыл көлік бас жолда тұр деген белгі беріп тұр. Келесі жағдайды қарастырайық, құрметті оқырмандар. Светофордың қосымша секциясында рұқсат беріліп тұр, негізгі секциясында қызыл жанып тұр, сондықтан ол барлық көліктерге жол беру керек. Міне мотоциклдің негізгі секциясында жасыл жанып тұр, ол бірінші жүреді. Одан кейін барып сіз қарайсыз, кім кімге қай жақтан кедергі екенін. Ешқандай көлік бір-біріне кедергі келтірмейді, сол себепті барлығы бір мезетте жүре береді. Мына жерде жол белгілерімен реттеледі қиылыс. Бұл жерде сіз қарайсыз, бас жолда қай көліктер тұр? Велосипед және қызыл жүк көлігі тұр. Сол екеуінің біреуі жүреді. Әрине, велосипед оң жақтан кедергі болғандықтан, мына бұрылған кезде жүк көлігі. Бірінші велосипед жүреді, одан кейін жүк көлігі жүреді, одан кейін барып мына жүк көлігіне мотоцикл оң жақтан кедергі, сол үшін ол бірінші жүреді.